Мінекей бүгін біз саяси репрессия құрбандары музейіне келдік. 2018 жылы ашылған музей. Ішіне кеттік. Саяси қуғын-сүргін бұл кеңестік тоталитарлық жүйе кезінде халыққа қарсы бағытталған саясат. 20 ғасырдың 30-50 жылдары Қазақстанда мыңдаған адам негізсіз айыпталып, атылып немесе лагерлерге айдалды. Қуғын-сүргін 1920 жылдардың соңында басталып, 1950 жылдарға дейін жалғасты. Халық жауы деген жалған айып тағылып, ұлт зиялылары, ғалымдар, жазушылар мен дін өкілдері жаппай жазаланды. Қазақстанда Алжир, Карлаг сияқты ірі лагерлер жұмыс істеді. Құрбандардың арасында Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы, Мағжан Жұмабай, Сәкен Сейфуллин, Ілияс Жансүгіров және басқа да алаш зиялылары бар. Бұл оқиғалар қазақ халқының тарихындағы ең ауыр кезеңдердің бірі болды. Қуғын-сүргін ұлттық мәдениет пен ғылымның дамуына үлкен соққы берді. 31 мамыр Қазақстанда саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күні ретінде белгіленген. Шешеңіздің сол қылығын есіңізге жия аласыз ба? Ол қасірет қой. Қасіретті көзбен көрместік. Көз байланып қалған кезде кеш болды. Көз жанып тұр. Шешем айқайлап тұр. Қызы қолында үлкен таяғы. Сол таяқтан аналар жасқанды. Кейін әйел екенін білген екен, тобырақ шеше бастады. Айқайлап жатыр. Бір уақытта мені көтеріп алып жөнелді. Сөйтсем ана қызды лақтырып өткенде, анал таласып жатқанда мені ала ашқан. Сөйтіп аман қапкеміз екеумізде. Болмаса үшеумізде сен боламыз. Ол кезде қасқырдың жейтіні жоқ. Мал біткен, адам жейтінге шыққан. Үшеумізді де жайратады. Тағдырдың әйтеуір бір кілтипаны болды. Содан қап кеттік.